Ассалаумағалейкум. Бүгін ішінде шоколадты қоспасы бар дәмді де әдемі кекстер пісіреміз. Алдымен 3 жұмыртқаны жарты стакан қантпен жақсылап араластырамыз. Бір стакан айранға жарты ас қасық соданы салып араластырып сөндіріп аламыз. Кейін жұмыртқа мен қанттың үстіне құйып араластырамыз. Елегішпен елеп алған ұнға 2 стакан немесе 200-220 грамм ұнға бір ас қасық қопсытқыш пен тұз салып араластырып, кейін 3 ас қасық маргаринді ерітіп жұмыртқа мен қантымыздың айранымыздың үстіне салып тағы бір мәрте араластырамыз. Дайын тұрған ұнымызды жай себелеп отырып қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымыздың түйіршіктері қалмағанша жақсылап араластырып, мынадай қоймалжың күйге әкеліп дайындап аламыз. Кейін кекс пісіретін формамызға өсімдік немесе сары май, маргарин майын жағып дайындап аламыз. Өзіңіздің қалаған шоколадыңызды пайдалансаңыздар болады. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым және дайын тұрған бөліктерін төртбұрыштеп бөліп алдым. Қамырымды салафан пакетке құйып, кекс формаларына қамырымды жартылай етіп құйып алдым және дайын тұрған шоколад бөліктерін ортасына орналастырамыз және үстіне қамырды тағы да бір құйып шығамыз. Алдын ала қысып тұрған 180 градустағы пешке 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Кекстерімізді жақсылап сілкілеп барып пешке саламыз. Міне біздің кекстеріміз дайын болды. Бәріңізге ас болсын. Біздің каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.